Балалар, бүгінгі оқу қызметімізді жұмбақпен бастайын. Сендер ойланып, жұмбақтың шешуін дұрыс айтыңдар, жарай ма? Олай болса, бірінші жұмбағымды мұқият тыңдаңдар. Кезекті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Мен айта ғой. Жұмбақты шешуі түйе. Келе ғой, түйені көрсете қойшы маған тақтадан. Ол не екен? Түйенің баласын қалай атаймыз? Бота, өте жақсы, жарайсың, отыра ғой. Ал енді балалар, екінші жұмбақты тыңдаймыз. Басында екі найзасы бар, 4 шылдырмағы бар. Батыр айта ғой, жұмбақтың шешуі не екен? Сиыр. Толық айтамыз. Жұмбақтың шешуі сиыр. Келе ғой, көрсете қойшы сиырды. Кәні сиырды көрсетші жылдан. Бұл не екен? Сиырдың баласы не? Бұзау, өте жарайсың, отыра ғой. Ал енді тағы да бір жұмбағымды тыңдаңдар. Кешке дейін үй жанында жүреді, үйді маңайлап, ол өзі күзетеді. Аруна? Жұмбақтың шешуі ат. Жоқ, дұрыс айтты ма балалар? Жоқ. Кім айтады екен? Алинұр? Жұмбақтың шешуі ит. Жарайсың, келе ғой. Итті көрсете қойшы. Жарайсың. Иттің баласын не деп атаймыз? Күшік. Күш? Күшік. Күшік, өте жақсы. Ал енді балалар, осы үй жануарлары қайда өмір сүреді? Үй жануарлары қайда өмір сүреді? Балалар, осы үй жануарларының барлығы үйде, қорада өмір сүреді екен, иә? Үй жануарларының барлығы үйдің жанындағы қорада өмір сүреді. Үй жануарларына сонымен бірге мысық, ит, қой, сиыр, жылқы, түйе, ешкі, бұлардың бәрі үй жануарларына жатады екен. 4 түлік малға жатады екен. Ал енді үй жануарынан басқа да балалар, жабайы жануарлар да бар екен. Енді осы сендердің алдарында тапсырма бар. Тапсырманы ашамыз. Балалар, үй жануарлары қайда мекендейтінін, қайда өмір сүріп тұратынын сендер маған сызба арқылы көрсете аласыңдар ма? Иә. Алдымен маған тақтаға шығып Айша көрсете қойсын. Келе ғой, Айша. Кәне жылдан сызып көрсете қой. Ол не екен? Жарайсың. Тағы да қандай үй жануарын көріп тұрсың? Ит дейді. Дұрыс па, балалар? Иә. Тағы қандай жануар бар? Жарайсың, Айша. Ал енді балалар, сендердің алдарында да осындай тапсырма бар. Сол тапсырманы жылдам орындаймыз. Кім жылдам орындайды екен, көрейік. Кім қалай орындап жатыр екен, не көрейін. Ал Райана, сиыр қайда өмір сүреді екен? Сиыр қалада өмір сүреді. Жарайсың, сызып қоса ғой. Әпкесім. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырмамыз үй жануарларының төлдерін тап. Кәне, кім шығады? Келе ғой, Алинұр.
білеміз балалар, кәнеки? Бұл ненің баласы? Ешкінің баласы. Ешкінің баласы. Бұлақ. Бұлақ. Тағы? Ол ненің баласы екен? Қойдың баласы. Қозы. Жарайсың, отыра ғой. Міне керемет. Келе ғой. Айтайық. Жылдам келеміз балалар, кәнеки. Үй жануарының төлдерін атап, жанына ілеміз. Бұл ненің баласы? Түйенің баласы не? Бота, жарайсың. Тағы ненің баласы бар екен? Ол ненің баласы? Аттың баласы не? Құлыншақ, жарайсың, отыра ғой. Ал балалар, біздің келесі тапсырмамыз мына шеңберден үй жануарын тауып, оның немен қоректенетінін көрсетеміз. Кәнеки, кім келеді маған? Алтайыр келе ғой. Кәне, жылдам Алтайыр көрсетеміз. Қандай үй жануарын көріп тұрсың? Бағытпен көрсетеміз. Ал, қандай үй жануарын көрсеттің? Ит немен қоректенеді екен? Толық айтамыз. Ит жеспен қоректенеді. Жарайсың, отыра ғой. Қандай үй жануарын көріп тұрсың? Сиыр. Кәнеки, сиырға бағытта барамыз. Ол немен қоректенеді? Шөппен. Толық айтамыз. Сиыр. Сиыр шөппен қоректенеді. Жарайсың, отыра ғой. Балалар, келесі тапсырмалы үй жануары мысықты құрастырып беріңдерші, кәнеки, көрейін. Жарайсың, Арлан, өте жақсы құрастырыпсыңдар. Мысықты геометриялық пішіндерде өте жақсы құрастырыңдар, балалар. Сендердің мысықтарың маған ұнады. Ал енді балалар, бүгінгі оқу қызметіміз сендерге несімен ұнады?